Сәлем, мен есімім Салтанат, Алматы қаласының тумасымын. Түсінем, Алматы қаласында орысша сөйлемесең, сен малсың, сен адам емессің. Біздің кезімізде сол меште, маврлар заман тұғын, әлі де солай байқайды. Бірақ ұлтым қазақ, тәнім қазақ, жаным қазақ, қаным қазақ болғанымен мен намыстанамын. Қызымды да қазақ мектебіне бердім. Қазақ мектебі қандай екенін білсем де, қасымда 100% орыстар тұрса да, орыстармен жұмыс жасасам да, қызмет алу сапасы, қызмет беру сапасы орыс тілде болса да, қазір бұны не үшін түсіріп тұрдым? Қазір сол жігітті атап өтем. Маған орыс тілінде, өз қазақтың жігіті, бірақ орыс тілінде менімен танысқысы келеді. Мен қазір жыным ұстап тұрғаннан екі қазақ мені жазында Google Translate'ке жаз десем, ол енді соны аударамай жатыр. Не деген сорлы бейшаралыққа жеттік, екі адам, бір ұлттың адамы, бірақ бір-біріміздің тілімізді, ана тілімізде сөйлесу үшін Google Translate'ке жүгінеміз. Білем, бұдан асқан сорлық жоқ шығар. Мен қазір ол адаммен араласқым да келмейді. Өз ана тілін білмесем мен не істеймін? Мен орысша сөйлегім келмейді, шын айтсам. Сөйлеп ағарым шықты. Одан мен бұрынғы видеоларымда да айтқан. Ана тілде сөйлеу керек, өйткені тоғызарып бізді қорғаушымыз деп. Мен бөтен тілде сол үшін сөйлегім келмейді. Менімен тек орысша ғана сөйлесем, қазақша түсінбеймін десе, менімен таныспай-ақ та өзін. Менімен сөйлеспей-ақ та өзін. Мен өз ұлтымды таңдаймын, өз ана тілімді таңдаймын.